Армысыздар, Алаш азаматтары. Мен бүгін бұрын көтерілмеген мәселе саяси элитаның қазақ халқына жасаған қорлығы, зорлығы, опасыздығы туралы айтпақ. Қазақ жаңағы саяси элита дегеніміз, мысалы анау өткенді көз жүгіртсек, Назарбаев бастаған биліктегілер саяси элита, немесе әлгі биліктегі истеблишмент деп аталынады. Оған жататындар жаңағы Назарбаев бастаған, Қасымов, ішкі істер министрі Жаңаөзенге қатысы бар, Қожамжаров, прокурор, Мәсімов, білесіздер кім екенін, Самат Әбіш, Тұрғанбаев, ішкі істер министрі, Нығматуллин, Асанов пен Мәмидің тұсында 50-ге жуық адам саяси сотталған және заңсыз сотталғандар. Міне осы адамдар элитаға жатады. Ал енді бүгінгі элитаны қараңыздар. Бұл элита еш уақытта саяси элита сайланып қойылмаған, кездейсоқ келген, жаңа сыбайластықпен, жершілдікпен келгендер. Мысалы қазіргілерді Тоқаевты бастаймыз. Оның ішіндегі ең 20-30 жыл отырғандары Карин, Ерлан, ішкі саясатты басқарып отырған Қазақстанда адам құқығын шектеуге тікелей қатысы бар. Әшімбаев Мәулен, Асылып, бас прокурор, Сәденов, МВД-ның бастығы, Қошанов, Нұрдәулетов Ғизат мырза қаңтар қырғынында бас прокурор болған. Бұл кісі мынау шапыраштылардың бір ауылынан 10 шақты генерал шыққан, сол генералдың біреуі. Қазір қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болып отыр, хатшысы болып отыр. Ал бұл ескі Қазақстан ба, жаңа Қазақстан ба сонда? Көрдіңіздер ме? Сұрақ осылай қойылады. Келесі жаңағы Кәріпбеков, Жүйріктаев, мынау Ауғанбаев деген бар Алматыда зампрокурор, Мерғалиев, Дәдебаев, Тасмағамбетов, Мұхамеджановтар, бұлардың барлығы жаңағы жаңа Қазақстанның саяси элитасы. Ал енді қараңыздар, 20-30 жыл мына қаңтарға қатысы бар, барлық Қазақстандағы жаңағы заңсыздықты жүзеге асырған Назарбаевтың жаңағы жандай шаптары болғандардың барлығы қазір билікте отыр. Мысалы келтірейін, Ғизат Нұрдәулетовті айттым, Асылып мырза жаңағы бірнеше рет жаңағы қазіргі саяси сотталғандардың жаңағы ішінде Дики Арман деген бар, 20 жылға сотталған. Осы Дики Арманды өз соттайтты. Асылып былай бағалапты, сен қазақтың батырсың деп. Ал менің сұрағым бар, онда сол батыр неге 20 жылға сотталады? Екінші сұрақ, жаңа Искаков деген 15 жылға сотталған КГБ-ның полковнигі бар. Ол жаңағы Жүйріктаевтың осы қаңтар қатысына барын айтты. Ол 15 жылға сотталды. Неге сотталады? Келесі, мынау жаңағы Қожамжаров, өздеріңіз білесіздер, Қарғосқа қатысты мәселе қазір көтеріліп жатыр. Анау Нығматуллиндердің рейдерлік әрекеттері және басқа да Тұрғанбаев, Самат Әбіш, бұлар қаңтардың, анау Мәсімов, бұлардың барлығы жаңа элитаның адамдары ғой, жаңа Қазақстанның. Ерлан Карим мырза айтады, біз жаңа Қазақстан құрып жатырмыз деп. Жаңа Қазақстан ескі адамдармен құрылмайды. Оны оқушы балалар да біледі. Екіншіден сіз айтасыз, президент айтты, әділетті Қазақстан дейді. Әділетті Қазақстан неге әділетсіздік жасайды? Не ішкі істер министрі, не Асылып бас прокурор, не Дәдебаев әкімшілік, ешбір жаңағы өзінің өтінішімен барған адамдарды қабылдамайды. Неге қабылдамайсыздар? Айтыңыздар. Сіз мына Қазақстан жері сіздердің әке шешелеріңізден қалған мұра емес қой. Бұл барлығына ортақ. Түсіндіңіздер ме? Адам баласы. Жаңа туғаннан ол азат болып туады. Мен өзіме жаңағы артық айтпады, пәле жапты деп айтпау үшін Қазақстанның барлық түкпірінде қолданылатын ата заңның 1-ші бабы, мемлекеттің байлығы адам, оның өмірі, құқығы деген 1-ші тапты пайдаланамын. 2-ші, 3-ші бап, биліктің көзі халық. Келесі 12-ші бап, барлық адам туғаннан құқығы абсолютті деген. Келесі 14-ші бап, барлық адам әлеуметтік жағдайына қарамай тең деген. Және 40-ші бап, президент мырза, сіздің жаңа Қазақстаныңыз, еститін Қазақстаныңыз, әділетті Қазақстаныңыз, бұлардың барлығын сіз орындалуына кепілсіз. Ал енді сіз жазған хат қайта айналып өзімізге келеді. Мысалы, мен 57 хат жаздым сіздің атыңызға. 57 хаттың жаңағы 57-сі де мына Алматы прокуратурасына келген. А бұлар маған жауап та бермейді. Көрдіңіз бе?
бұл қандай нәрсе? Бұл жаңа қызметтік жалғандық жасау, немесе биліктегі жаңағы асыра сілтеушілік болып есептелінеді. Енді депутат мырзалар, мен өткенде бір депутатқа айттым, Асыловтың жеке приемына қабылдатшы деп. Ол саяси сауатты, оппозицияда жүрген адам. Маған айтады, сіз прокуратураны ылғи сынайды екенсіз, сізді қабылдамайын дейді. Айналайын, оның жеке меншігі ме? Бұл не деген сауда? Айтыңызшы. Ол депутат айтады маған, не ври, не проси, не вер дейді. Ана түрмедегі жаргондарды. Сонымен мен қалды, менің 30-ші бапқа сүйеніп жазған сауалым далада қалды. Екінші депутат Айдос Сарым жақында айтады, сіздер ғаламтор арқылы, митинг арқылы билікті қорқытпайсыздар дейді, қорқыта алмайсыздар дейді. Билік қорқпайды дейді. Билік қорқпаса неге митингге рұқсат бермейді? Айдос мырза, жауап беріңізші. Біз екеуміз бір-бірімізді жақсы танимыз. Айтыңызшы, неге билік рұқсат бермейді? Және бұл сіздің айтатын сөзіңіз емес қой, Айдос. Сен өте саяси сауатты едің ғой. Ал келесі депутат жаңағы мен Жүйріктаевтың қаңтарға қатысы барын мінберді айт деп жазған қатыма Магер Рамов деген депутат жазып жіберді. Депутатқа қалайда әсер етуге болмайды деп. Бұл не деген жауап, депутат мырза? Ал енді оны қайтадан жаздым мен, бұл жауап түсіндіріс деп. Мен 30-ші бапқа сүйеніп жазып тұрмын ғой. Әр азамат мемлекетті басқарушысына қатысы бар, қатысуға құқылы деген. Ал ол маған депутат Имашева деген комитет сот реформасының бастығы, құқықтық реформаның бастығы Имашева Снежана деген айтты, сізге түсініктеме берілді ғой деп. Айналайын, сауатыңыз осыған ғана жетті ме? Сіз маған қайтадан түсіндіріңіз. Депутатқа қалайда бір әсер етуге болмайды деген не деген сөз? Міне, сіздер депутаттар, сіздердің барлықтарыңыз отставқа кетулеріңіз керек. Сіздерді ешкім сайлаған жоқ. Ешкім сайлаған жоқ. Естеріңізде болсын. Сіздер халықтың жаңағы құқығын, анау туғаннан, жаратылғаннан берген құқығын таптап отырсыздар, қорлап отырсыздар. Сондықтан сіздер дереу отставқа кету керексіз. Екінші, ең басты сұрайтыным, президент мырза, сіздің айтқан сөздеріңіз рас болса, мына Алматының прокуроры бұрынғы Жүйріктаевты, қазіргі Кәріпбековті, Ауғанбаевты орынбасарын қазір отставқа жіберіңіздер. Өйткені олар қылмыс жасап отыр. Халықаралық саясатта рекрутирование политической элит деген ұғым бар. Бұл дегеніңіз қоғамда, шетелдерде жаңағы саяси элита үнемі жасақталып, қайталанып, өзгеріп отырады. А бізде 20-30 жыл бойы отырады. Мысалы, Қошанов дегеніңіз бұғанға дейін 20-30 жыл отырған Назарбаевтың барлық жаңағы бастамаларын қолдаған. Енді келіп суперпрезиденттік билікті сынап жатыр. Қошанов мырза, сізге сұрақ. Сіз ана ақсақой түсіңе маңырайды деген сияқты енді келіп жаңағы суперпрезиденттік билікті сынап жатырсыз. Сіздің бұл сөзіңіз саясаттағы сайқалдықтың туындысы, есіңізде болсын. Сайқалдықпен айналыспаңыз. Халық ол бәрін біледі. Халықтан білімді емессіздер сіздер. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан сізге сұрақ осы. Саяси элитаны жасақтайсыздар ма, жоқ па? Халықтың құқығын шектеп, білгендері істеп отыр. Даже жеке қабылдауға да жазбайды, жолатпайды. Бұл не деген? Ол жеке меншігі ме? Бұл осы адамдардың анау әкелерінен қалған мұрама, бұл Қазақстан жері барлық қазақтың, барлық осындағы тұрғындардың жеке несі, құқығы бар оның. Бұл мемлекет, естеріңізде болсын. Мемлекетті халық құрайды, оны да біліңіздер. Сондықтан мен отставка сұраймын. Мына жаңа Қазақстанды құратын ескі кадрлардың барлығын тазалау керек. Халықты қорлауды, зорлауды тоқтатыңыздар. Кәріпбековті, Жүйріктаевты, жаңа Ауғанбаевты отставқа жіберіңіз. Менің талабым осы.